жастар біздің болашағымыз, сондықтан да мына жастарға өздерінің көзқарастарында болу, құқықтық нигилизмге бармау, және де мына мемлекетіміздегі қазір енгізіліп жатқан жаңа форматтағы нормаларды заңи тұрғыда түсініп білу, және де оны қабылдап білуді түсіндіріп жатырмыз. Және осы нормаларға тоқталып кететін болсақ, бұл жерде өте көптеген жаңашыл нормалар енгізілген, себебі 84% деген ол 77 бапты қамтиды. 77 баптың ішінде бұл бағытталған нақты адамның құқықтарына байланысты, мысалы 17-ші бапқа тоқталып кететін болсақ, адамның өмірі абсолютті деп танылған. Яғни абсолютті деп танылған деп айтатын болсақ, ол адамның құқығын ешкім шектей алмайды. Адам өмір сүру құқығын шектеу бұл заңға қайшы келеді деген. Осы бағытта біз мына болашақ заңгерлер, болашақ білім алушыларымызды мына құқықтық мемлекетте өмір сүру, яғни ол абсолютті мемлекет тұрғысынан конституциялық жаңағыдай құндылық ретінде ол бекітілу туралы айтып жатырмыз. Және де жаңа норма бізде 21-ші бап, бұл жаңағыдай ақпараттық қауіпсіздік туралы цифрлық жаңағыдай жөнінде енгізілген болатын. Бұл жөнінде айтып кететін болсақ, қазіргі таңда өздеріңізге мәлім, ақпарат дербес адамдардың дербес ақпараттық құқығы ол қауіпсіздікте болу керек. Сондықтан да мемлекет тарапынан мемлекет оған кепілдік береді. Яғни бұл өте жаңа норма, бұл нормалармен барлығымен біз заңгер ретінде келісеміз. Әрине, жаңағыдай мемлекетімізде болашақ заңгерлерді, болашақ жаңағыдай білім алушыларды осы тұрғыда тәрбиелеуге дайынбыз.